Сәлеметсіздер ме? Құрметті Рухани даму каналының көрермендері. Бүгін біз рухани даму жолының кезеңдері туралы әңгімелесетін боламыз. Алдымен рухани даму, рухани өсу дегеніміз не? Соны анықтап алайық. Барлығымызға белгілі, бала дүниеге келген соң, оның денесі өсіп бастайды. Оны байқамай қалу мүмкін емес. Бұл қалыпты жағдай. Дәл осы сияқты адам дүниеге келген соң, оның санасы да өседі. Адамның санасын желмен салыстыруға болады. Мысалы, біз жел бар екенін білеміз, бірақ оны көре алмаймыз. Оның бар екенін күнделікті өмірден байқап жүрміз. Қатты дауыл тұрған кездері оның нәтижесінде көріп қаламыз. Санамыз да солай, бізге көрінбейді, бірақ біз оның бар екенін білеміз. Ол қазір бізбен бірге, және біз оны басқара аламыз. Санамыз арқылы өзіміздің іс-әрекетімізге есеп береміз, шешім қабылдаймыз, сезімдерімізді, эмоцияларымызды, қоршаған ортаны бақылап өзгерте аламыз. Міне, осы санамыздың дамуын рухани даму деп атаймыз. Бұл сана эволюциясы, ешқашан өлмейтін рухымыздың өсуі. Сана эволюциясының бірнеше шартты кезеңдері болады. Мұнда бастапқы нүкте өмір сүріп жүріп ақ ұйқыда болу, ал соңғы нүкте барлық рухани ізденісте жүрген адамның табуға ұмтылатыны абсолютті сана. Бұл даму кезеңдері адамдарды касталарға бөлмейді. Яғни жер бетінде бейнеленген тірі жандардың ешбіреуінің маңыздылығын төмендетпейді, немесе асыра көрсетпейді. Әр адам үшін жол жеке. Рухани дамуды бұрын бастап ілгері кеткендер бар. Ал біреу болса, бұл жолдың бастапқы кезеңіне жақындап қалды. Бірақ бәрі осы жолда. Әрбір тәжірибе рухани болып табылады. Өйткені Аллах тағала адамға өз рухынан үрлеп жан бітірді. Біз бәріміз жердегі құдайлық рухтың бейнесіміз, және баратын жер бәріміз үшін бірдей. Адамның ең ұлы міндеті Аллахты танып білу. Осы өмірге сол үшін де келген болармыз. Қалай ойлайсыз? Өзіңізді танымай, Алланы тани алмайсыз. Бұл өте нәзік кезең. Сіз өзіңіздің жүрегіңізді тыңдап, рухани ізденісте болсаңыз, алдыңыздан неше түрлі білімдер кездеседі. Бірақ тек өзіңіз ғана Алла тағаламен байланыс орнатып, оны жақынырақ танып біле аласыз. Ал мен болсам, сіздермен кезінде маған көмектескен ақпараттармен бөлісуге дайынмын. Менен алған білімді тек қана тыңдап қана қоймай, осы туралы ойланыңыздар. Ойланған сайын сізге жаңа түсініктер, жаңа идеялар келетін болады. Рухани даму жолына көбірек уақытыңызды бөліңіз. Себебі терең ой ол жүректің нұры, рухтың азығы, ілімнің тірегі. Терең ойсыз жүректі қара басып, өмірдің мәні қашады. Жақсы мен жаманның, пайда мен зиянның ара жігі терең ойлау арқылы ажыратылады. Ал қазір сізге қысқаша рухани даму жолының кезеңдері туралы айтып кетемін. Ал келесі видеоларда бұл тақырыпқа тереңірек тоқталатын боламыз. Сонымен, рухани даму жолының 6 кезеңі бар. Бірінші деңгей ол нөлдік нүкте. Ал екінші кезең өмір сүріп жүріп ақ ұйқыда болу. Егер осы деңгейде жүріп, жай ғана сыбырлаған рухының даусын ести алса, адам үшінші кезеңге өтіп, ізденушіге айналады. Осы ізденістің арқасында төртінші деңгейде танып білуші болады. Ал бұл болса, бесінші кезеңге жол ашып, тәжірибе жинауға көмектеседі. Нәтижесінде алтыншы деңгейге өтіп, ағартылған дәрежесіне жете аламыз. Достар, осы тақырыптың жалғасын келесі видеолардан таба аласыз. Ссылкасын осы видеоның описаниесіне саламын. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркеліңіздер. Жаңа видео шыққанын біліп отыру үшін колокольчикті басыңыз.
ойларыңыз бен пікіріңізді комментарийге жазыңыз. Мен сізді келесі видеоларда күтемін. Кездескенше сау, саламатта болыңыз.